Баршаңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге яблочный пирогтың рецептімен бөлісетін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Пирог жұмсақ, өте дәмді болып шығады. Бізге керегі 3-4 алма, оны жақсылап, тазалап, осылай турап аламыз, кубиктап. Енді ыдысымызға 3 жұмыртқа, қантымызды қосып, миксермен араластырамыз. 3-4 минут араластыру керек. Сонда қантымыз толық еріп, ақ көбік болады, соғанға дейін араластыру керек. Міне видеода қарасаңыздар, осындай болғанша араластырамыз. Енді үстіне сметана қосамыз, сұйық май қосып, жақсылап араластырамыз. Сұйық май немесе сары май қоссақ та болады. Венчикпен араластырамыз. Одан кейін ұнымызға қопсытқышты қосып, ұнымызды аз-аздан қосып отырамыз. Оны да жақсылап араластырып, міне осындай қоймалжың масса пайда болады. Енді үстіне алмамызды қосамыз. Тең жартысынан көбін қосамыз. Кішкене бөлігін алып қаламыз. Оны да жақсылап араластырып, менде кальцоның астына фольгамды қойдым. Енді шетін және майладым. Енді жаңағы массамызды саламыз, осыған тегістеп шығамыз. Тегістеп шығып, жаңағы алманың қалған бөліктерін үстіне қоямыз. Және бұның үстіне грецкий орехты да майдалап турап қоссақ әдемі болады. 180 градуста 40-45 минутта пісіп шығады. Өте тез дайындалады. Және дәмі деген керемет болып шығады. Менде ыстық қазір, суғаннан кейін кесіп көрсететін болам. Осымен дайын болды. Жұмсақ болып піседі. Сіздерге кеңес беремін. Жасап көріңіздер. Ұнаса лайк баса кетіңіз. Сау болыңыздар.